Өмірден жолымды таппай адасып жүрмін, ештеме келмей қолына не істесем болады. Намазға тұрсаң, табасың жолыңды. Астарды қаратқанда теберек, орамалдар тарату міндетті ме, таратпаса бола ма? Таратпаса болады, таратудың да жалпы керегі жоқ. Бірақ енді үлкен, жаңағы бір немере көрген, үлкен бір сыйлы кісі болса, қолынан келсе, балалар қиналмаса, бір сол кісіден бір көзі болсын деп өзінің затын береді. Біздікілер балалары беріп жатыр қиналып. Жоқ, өзінікі болса, өзінікі таратып берген, тиынын таратып берген, моншақтарын таққан, шашпауларын берген бұрынғы біздің қазақ салтында бар. Теберектеп, жасын берсін деп, көзінен сақтап жүрсін, суретін көрген сияқты қазір қарап, соны есіне алып жүрсін, марқұмға дұға қылып жүрсін деген мағына. Есіне алғанда құр есінеп жаным деп емес, дұға қылсын деген мағына. Сол дұға қылсын деп берілетін нәрсе бар. Бірақ қазір біздікіндей 100 теңге таратады, 100 теңге не істейсің айтшы, мысалы 100 теңге. 100 теңге не аласың 100 теңге? Орамал береді, китайский орамал береді, орамал береді, барған жерде орап береді. Орамал неге жарайды? Суға салсаң, бетін сүртейін десең, краска сағып кетеді. Одан кейін қоясың, бірсің бірінен аласың, лақтырып жібересің, болып қалады мусор болып. Сондықтан лучше соған кеткен ақшаны бір жетімге беріңіздер. Соған кеткен ақшаны сол ағайын туған туысыңның ішінде, ол алысқа бермей қой. Туған туыстарың бар ғой жақын, сол жағдай жоққа берсең, мені былай сауап болады. Молдаға бер деп айтпай қой, бәле қалып қаларында. Молдаға берсең, сол жағдай жоққа бере бер ағайынға. Молдаға барып оқытылуға қалай қарайсың мешітке барып дейді. Дұрыс, бірақ жас қыз болсаң, қасыңда ағаң, бауырың тағы біреу болу керек. Нұрлан аға, маған бір құдай беруім керек болып тұр. Мен жылдың аяғына берсем бола ма дейді. Болады. Бірақ жақсылықты ақсарбасты атаған кезде кешіктірмеу керек. Біздің қазақ салтында, шариғатта да аталған нәрсе тез кету керек. Аталды ма берілу керек. Обязательно мал сою керексің ма не? Жағдай садақа, жағдай жоққа бере бер, болды. Алматы қаласында Нұр Мүбарак университетінің счетына Нұр Мүбарак деп терсең, банк приложениесіне соған аударып жібер, Алла риза үшін, болды. Балам 7 ай жұмыс жасамаймын, таң намазын оқығым келеді. Бірақ ұйқы жеңіп, таңертең әрең тұрам. Жүрегім таң намазын оқығанда бір тынышталатын секілді сезінем. Кешіреді ме дейді, кешіреді. Оқи бер, қалдырма алтыным. 7 айға оқарсаң қалдырма. Гоха, қалмасын намаз. Зекет беруді мағынасын айтып беріңізші. Зекет беру дүниені тазалау, зекет беру Алланың парызын орындау, зекет беру ағайындықты күшейту, зекет беру дүниеңізге мейірім орнату, жетім жесірдің халін түсіну, жоққа пақырғаларға қамқор болу, сондай болып қалмауыңа жол ашу, содан кейін социалдық жағдайды көтеру. Маманың қайтқанына 10 жыл құдай жасаймыз, қандай іс-әрекеттер тағы да жасаған жөн дейді. Ұрыспаңыздаршы, міндет қылмаңыздаршы. Ас бергенде міндет қылмаңыздаршы, ұрысып тынбаңыздаршы, официантпен, молдамен, ана келген адамдарменен жағымпазданып, біреуге жағам деп, бір бастықтарды шақырып, қарны шыққандар келіп, оларға жағынам деп, молданы қылқындырып, ана біздегілер былай тұр, неге тұрмайсың, неге до конца тұрмайсың, неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің, шайларың неге суық, шайларың неге ыстық деп қырып, ана столовойдың жәнін жеп, ананы қылқындырып, боқтап, ұрысып, пакетін тыққылап, анан бергеніңді міндет қылып, содан кейін ең соңында ағайындармен ұрысып, бәрін қырылысып, мен бердім, ал сен не бердің деп, ертең күні ас біткеннен кейін 40 жыл соны айтып жүресің. Мен ас бергем деп, ағайындар пу бетіңе дейді. Аруақтардың өзі айтады, қанымды ішіп бітті, бермей қойған дұрыс еді дейді. Содан бір сауап болмайды. Іштеңге бермей қойсаң да ағайынмен жақсы болыңыздаршы. Сондай мынау құлағым тойып бітті осы астардашы. Мен беріп жатырмын. Осы кіші баласы өте бір бастық болды. Осы кіші баласы жақсы болды осының. Немесе күйеу баласы жақсы. Күйеу баласы осындай қызы жақсы. Қалғандар соның аяқ қолын сүйіп кетеді. Не еді ол? Не әңгіме ол? Айтыңыздаршы. Осыдан сауап бола ма? Бетеп басыңды иіп тұрып неге беремейміз біз? Өзбекті анау-мынау дейміз, өзбектер бетеп тұрып келің деп өліп қалады. Ішінде бір әңгіме болатын шығар олардың ішінде де, бірақ сыртқа дымын шығармайды. Біз бүкіл елге жамандап бітеміз өзімізді, аберімізді. Осыдан сауап бола ма?
Сол үшін істеген жақсылықты санамай жасаңыздар. Аға, жақсы көретін қызымның әкесі қызым бермей тұр. Барып сөйлестім де. Сен бе өзің бе? Қатып қалған 3 жыл болды. Қызымен сөйлесіп жүрген, не істесем болады дейді. Сен ап сөйлесесің. Сен кімсің әкесімен сөйлесетін? Сен сөйлескен. Қазір осы өзінші көкіректеріңді көтеріп, қыздың әкесімен сөйлесетін. Кімсің сен сөйлесетін? Қыздың сұрағы бар, сенің деңгейі бар, әркімнің өзінің деңгейі бар сөйлесетін. Сенің әке-шешең бар ма? Сол сөйлесу керек. Сен не қатысың бар? Сен тыныш отыр, саған әкеп береді. Тағдырыңда болса. Барып разборка болып, мен қызыңды бүйтем, мен Аллаханыма салам, мен қызыңды бағам. Алла біледі сен қандай болатыныңды. Бәрі сөйтіп алған мүжел анау. Бәрі сөйтіп алған, сөйтіп алдап қалған. Бүйтем, сөйтем, сен Аллаханыма салам, желкеме көтерем, кофені төсегіңе әкеп берем, тісің жумай кофе ішкізем деген. Қалды ғой бәрі. Есікті ашып берген, бүйтіп, ойбай, бетім бай. Қалды ғой. Есік ашылмақты көріп қазір. Амандаспайсың да, ертеңінде тұрғанда. Амандасып көріп пе өзі? Күнде ертеңінде тұрып, доброе утро жаным деп жазып жатқаншасың қазір. Үйленгеннен кейін көресің соны. Айтасың ба, айтпайсың ба? Қарауға jirkenесің бір-біріңе. Өлгеннен кейін жылайсың, не пайдадан? Сондықтан үлкендерді саласың. Күледі қазір, білетіндер әні. Өте дұрыс айтады дейді әні. Тыңда осылар сабақ саған. Сондықтан басын қатырма. Сен үлкендерді жібер, қарны шыққан ағайындарың бар шығар. Депутат, сондай бір ағаларың бар ма? Депутаттан бұрынғы созып та құлақ баған, кішкене ұсталып қалған, қарны шыққан, фермасы бар, фазендісі бар, 3-4 квартирасы бар, сондай бір ағашларың бар ма? Соларды жібер. 40 лет можно праздновать? Говорят, нельзя. Нельзя. Соларды жібер. Қарны шыққандар құда болып барсын бүйтіп, бізде бала бар енді деп барсын. Қарны шыққандарға ақша бер соларға. Соны үйленуге асықпа, мақыр деген қырқындырып атсыңдар ғой, мақыр деп. Ақша жина. Ақша жинасаң, сол қыз да тиет, қыздың папасы да тиет, бәрі тиет, мен де бар болам саған. Ақша бәрі соған тіреледі. Құр сенің жақсы көрем дегеннен қарың тоймайды. Бесполезно ол. Сен жақсы көрем. Не пайда жақсы көрген? Жақсы көрген деген бағу. Жақсы көрген деген асырау, жақсы көрген деген қорған болу, жақсы көрген сен мен де жақсы көрем мақсат тапсаң. Бәріміз жақсы көреміз. Құр жақсы көрген не пайда? Бұл жақ нәрсе. Ертең тамақ ішем дегенде ұрасың, оны боқтайсың, сонымен қалады сонымен. Не болды? Сезімсің, білмей қаппын деп. Әне, өте дұрыс дейді. Көрдің ба? Тыңда осылардың бәрі. Шындықты айтып отырмын мен. Авторитеттері шығатын галстук таққан дейтіндер бар, өзі көрініп тұрады, өзі бүйтіп кісі болып тұрады. Солар туысқандарың бар ма сондай? Солар жібер анаған. Құдалыққа да. Солармен бірінші, ол жіберу үшін сен солармен жақсы болу керексің. Солардың қызметін жаса, солардың жеңгеңе барып айт, ағаң шешпейді уже. Ағаң галстугын дұрыстап киемейді, жеңгең шешеді. Сол жеңгеңе барып айт, жеңге, мен су алайын деп едім, отын жатып берейін ба, сыңыз істеп берейін ба? Жеңге не дейсіз? Жеңгең айтады, мына қайныңды үйлендірейік деп, сон ағаңды көндіреді 2 жарымда. Сон ағаң барады. Неге 40 жасты тойлауға болмайды? Себебін түсіндіресіз бе? 40 жас ақылдың толықсып, өмірдің шын мәнін түсініп, өмірдің жалған екенін бойына қабылдап, Мұхаммед саллаллаху пайғамбардың өзіне 40 жасқа келгенде пайғамбарлық берілді. Бүкіл имамдар 40 жасқа дейін мәселе айтпады. Неге? Өйткені 40 жас адамның толықситын кезі, өмірді өзгертетін кез. Сіз 40 жасыңызда келесіз де, арақ құйып даңғырат той жасайсың. Бір қызық айтып берейін. Менде кішкене асығып сұрамасам керек, бір тойға шақырыпты мені. Қой деп тойға жүгіріп бардым енді. Қой енді, бала қойды, бір баланың қуанышы екен, барайын деп. Кіргенде байқамаппын, елдер бәрімен амандасып, суретке түсіп, деп кіріп барып, залға барып қалсам, залдың бәріне арақ жайнап тұр. Елдің бәрі соткыстап алған дейді. Нұрлан имам келді, мен арақ ішкен жерге келді. Ойбай, не қашарымды білмеймін, не отырарым, қашып шықтым. Әрең қашып. Соның кейін артынан жүгіріп шығып олар, ойбай, біз арақты ішпейміз, ішкен жағына, ішпеген жағына отырыңыздар. Қай бетімен отырам дедім. Сендер адам өлтіре беріңдер, мен мына жақта өте берейін деген әңгіме бола ма екен? Ана бір-екі ұстаз сөйтіп жүр ғой. Сондықтан болмайды. Сол үшін болмайды. Сондықтан
тойлама. Сен 40 жасында бір жақсылық жаса, 40 жасында бір жол сал, 40 жасында мектеп сал, 40 жасыңда білмеймін, өзің өміріңді түзе. Міне біздің түсетін нәрсе. Той, бітті ғой, мүй шығатын болды тойларға. Келгісі келмейді сен достарың, өтірік оның бәрі. Кеше